Сәлем достар, бүгін сіздерге тауықтың төс етінен жасалатын тағамның рецептісімен бөлісемін. Бізге керек тауықтың төс еті, қаймақ, қызанақ, сарымсақ және қуырылған пияз. Тауықтың төс етін видеода көрсетілгендей кесектер тәріздес кесіп аламыз, яғни отбивные қылып кесіп аламыз. Жұқа да, қалың да қылмауымыз керек. Тауықты бөліктерге бөліп алғаннан кейін үстіне пергамент қағазын төсеп, аз үй балғасымен екі жағынан ұрып шығамыз. Тауықтарды бір ыдысқа салып, тұз, бұрыш, паприка салып, араластырып, тауықтың барлық бөліктеріне қолмен жағып шығамыз. Сарымсақты майдалап тураймыз, ал қызанақты домалақ етіп тураймыз. Формамызға пергамент қағазын төсеп, тауықтарды қойып шығамыз. Тауықтың үстінен осылай қасықпен пиязды салып шығамыз. Егер пияз жақсы көрмесеңіздер, ұнатпасаңыздар, онда пияз салмасаңыздар да болады. Қаймақтың үстіне сарымсақты салып араластырамыз. Қызанақты қойып шығамыз. Үстінен қаймақпен жағып шығамыз. Ірімшікті үккіштен өткізіп аламыз. Менде моцарелла ірімшігі тамақтарға керемет үйлеседі. Енді ірімшіктің жартысын тауықтың бетіне себеміз, ал жартысын кейін тауық дайын болғанда үстіне сеуіп, тағы да 5 минуттай пісіріп аламыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минут пісіріп аламыз. 30 минуттан кейін қалған ірімшікті сеуіп 5 минуттай пісіріп аламыз. Бізде осындай тауықтың төс етінен дайындалған керемет, ерекше, дәмді тамағымыз дайын болды. Негізінде жасалуы оңай әрі тез, бірақ өте дәмді және ерекше. Тауық жұп-жұмсақ, ірімшік созылып тұрады, қызанақ пен қаймақ күшті дәм береді. Мен гарнирға күріш пісірдім және де тұздық пісіріп алдым. Ал сіздер кез келген гарнирмен пісіре берсеңіздер болады. Лайк, подписки ұмытпаңыздар. Көп рахмет.